Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен хачапури по-аджарски дайындаймыз. Барлық ингредиенттердің құрамы описаниеда жазылған. Ең алдымен жылы сүтке қант, дрожжи және тұзды салып тындырып қоямыз. Біздің дрожжиларымыз көбік болып көтерілу керек. Біздің апарамыз дайын болғанша осындай 300 грамм сулугуниді теркадан өткізіп аламыз. Енді ингредиенттерімізді араластырып, нанымызды илейміз. Ең алдымен осылай ұнның үстіне құясыздар да, одан кейін барып сұйық майды құясыздар. Тестаны жақсылап жұмсақ қылып илейміз. Енді тестамызды жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Міне менің тестам шамамен 40 минуттай тұрды. Тестамыз көтерілді, енді осыны теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Видеода көрсетілгендей осылай бетіне ұн сеуіп, жұқалап жайып шығасыздар. Видеода көрсетілгендей жан-жағына сырды сеуіп шығасыздар. Сыр көп болса дәмдірек болады. Енді противенге жайғастырып, енді екіншісін тура осылай жайып аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Енді 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Осылай қызарып піскеннен кейін ортасынан бір жұмыртқадан жарып, духовкаға шамамен 5-7 минутқа пісіріп аласыздар. Міне біздің жұмыртқамыз өте қатты піскетпеу керек, осылай шала пісу керек. Сосын кейін дәмін тата берсеңіздер болады. Сіздерге ас болсын. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Қош сау болыңыздар.